Қапшағай су қоймасында жоғалып кеткен баланы іздеу кезінде түсірілген видео қазақстандықтарды елең еткізді, деп хабарлайды Стан.kz ақпарат агенттігі. Құрметті көрермен, егерде сіз әртүрлі жаңалықтардан немесе оқиғалардан хабардар болып жүргілеріңіз келсе, қазақ тілді арнаның дамуына көмектесіп, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Белгілі болғандай, 26 маусым күні 8 жасар бала су қоймасының жағасында жоғалып кеткен. Жағалауда демалып жатқан адамдар баланы іздеп, суды кешіп өткен. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, кейінірек бала Қапшағай су қоймасының жағалауынан аман-есен табылған. Құтқарушылар осылайша қоғамдық құтқарушыларға оқу жаттығуларын өткізді. Олар әкімдік тарапынан Қонаев қалалық жағажайындағы жұмыстың негізіне алынады. Бұл іздеу әдісін қоғамдық құтқарушылар демалушылармен бірге құтқарушылар келгенге дейін баланы іздестіру жұмыстарын жүргізу кезінде қолданады, деп хабарлады ТЖД. Қарасаң көзің қуанады, қандай тату, қайырымды халықпыз. Бала жағажайдан аман табылды. Жарайсыңдар жігіттер, жүректі елжіретіп жібердіңдер, деп жазды желі қолданушылары. Еске салайық, Қапшағай су қоймасында бір отбасының 4 адамы суға батып кеткені белгілі болды. Қайғылы оқиға Көкшығанақ аймағында суға түсу үшін жабдықталмаған жерде болған. Қаза тапқандар арасында 1990 жылы туған әйел, 1992 жылы туылған ер адам және 2 бала бар. Әлеуметтік желіде Қапшағай су қоймасында баланы құтқару сәтінің видеосы тарады. Автордың сөзінше, көлде бала жоғалып кеткен, барлығы суға батты деп ойлаған, алайда ер адамдар бір-бірінің қолынан ұстап, терең жерлерін бір шолып шыққан. Нәтижесінде бала табылды, ол тірі.